тауды шешіп жіберген кезде жылқының терісін былай шымшып тартқан кезде 4 мәрте бұрау. Екі қасы боласында 1 сағат бойы жүресің. Дипломат, фосфат, Гетербург деген 3 айғыр алдым. 2 қолға 2 бетурабалды байлап алып. 50% сабандоз байланыс. Қазақ үшін жасалып жатқан дүние болғандықтан. Ассалаумағалейкум, құрметті Ер қанаты бағдарламасының көрермендері. Бүгін біз Ақмола облысы Арайлы ауылына келдік. Махановтар әулетіндеміз. Аталарымыз аттан түспеген. Жалпы қазақ даласын отарлаушылар қазақ пен жылқының рухани, тұрмыстық және жауынгерлік байланысын жақсы білген екен. Мысалы, Сібір шебінің әскери бастығы генерал-майор Вейбарн сыртқы істер коллегиясына жолдаған құпия баяндамасында қазақты тыныштандырып жуасыту үшін қуат қоры жылқысынан айыру керек десе, 20 ғасырдың басында Зайсан өңірінде қызметте болған казак атаманы Рябушкин қазақ атқа мінсе ерленіп кетеді, ешкімге бағынбайды, бұларды бағынышты ұстау үшін жылқыдан айыру керек деген екен. Қазіргі қоғамда шынымен де қаланың жастары түгіл ауылдың да балалары атқа мінуден аулақ, атқа мінбейді. Осыдан кейде жылқыға мінбесе қазақ өзінің бір рухын, ер мінезділігін жоғалтып алмаса екен деген бір қорқыныш бар. Енді өзіңізден аға, жаңағы Нұрмұхамед аға екеуіңізден сұхбат алғымыз келіп отырған себебі өздеріңіз енді аттың қыр-сырын бұрыннан бері білесіздер. Кезінде қазақ аттарды бәйгеге баптағандарыңызды естігенбіз. Жалпы негіз өздеріңіз сыр еліненсіздер аға, иә? Иә, сыр елінен. Осы Ақмола өңіріне қай кезде көшіп келдіңіздер? Мен соңынан 2005-те келдім. Мына бауырым бұрыннан осы қызмет бабында, ол Алматыдан бері көшкенде де осында болған қызмет бабымен. Енді сол бірден бастап сол 5-ке дейін көшіп келдік қой түгіл. Қай жылдары ат баптаған едіңіздер? 87-ден бастап. 87-ден бастап, иә. Соған дейін қызығып жүргенбіз ғой. Ол кезде тойда жоқ. Тойда болмайды. Біздің қазақтың тойы, мен бала кезімде жаңа кәдімгі қызығушылығым күшті кезде біреулердің атына жалынып мініп шауып бәйге шапқан өзім жас кезімде. Мысалға анау өзімізде жылқы жоқ, бірақ әкемнің достары бар, солардың Әбдіқайыр деген кісі болған, сол кісі жылқышы. Сол кісінің жылқысынан ұстап әкеп бас білдіріп ноябрь жақындағанда дайындаймыз. Соған толық. Тойға қоспасақ көкпарға шығамыз. Бірақ енді көкпар таппасақ та, жас болсақ та, соның жампиінде жүреміз. Әйтеуір соңында қызығушылық деген сол енді. Қазіргі жастарда қызығушылықты қойып кеткен себебі қазір осы өздеріңіз білесіздер, жылқының біздің қазаққа деген жанымен бірге қайнасып жатқан, біздің денсаулығымызға да, біздің бағыт бағдарымызға да жылқымен байланысты қай уақытта да. Себебі ер қанаты ат деп бекер айтпаған ғой. Сол ата-бабамыз кешегі найзаның ұшымен, ақбілектің күшімен сонша ұланғайыр жерді игергенде де жаяу емес, сол бірінші жануар жылқының арқасында игерген. Сол себепті біз жылқыдан өзің айтқандай жаңа саясат сондайға туырлап бізді әкеліп жатыр ғой, енді әлі әкеліп жатыр соған жылқы. Малды қаншама ұстасаң да қысым әлі бар. Соның бәрі мінекей енді біз сонан кейін қызығушылығымыз артып, кейіннен қолымыз жетіп, бізге де жылқы бітіп шамалы. Онан сайын қызығушылық артты, ынтамыз артты. Сонан мына менен кейінгі қаншама балдар бар. Сол мына Нұрмұхамедтің өзі қаншама оқып жүрсе де Алматыдан келгенде осы ауылға асық келеді. Сонда жылқыға мінуге келеді ғой, құмар. Сондай қызығушылық. Қазір ауылдағы баланы мінгізе алмайсың. Көріп отырмыз ғой қазір. Қазіргі мына немелеріміз бар, нелеріміз бар. Енді біздің балдардан мінетіндер бар, қыздарымыз да мінет қазір. Бірақ мына айналамыздағы қызығушылық жоқ. Бізде, біздің мысалға жас кезімізде оқымасақ та механизатор болу, атқа міну, әйтеуір бір қоғамның бір мүшесі болу, қызмет ету, сондай. Жақсы нәрсе көру, жақсы нәрсені көрсету, палуанға да шықтық кезінде. Неге де шықтық, қайсысы болмасын. Інілерім де шығып жүрді, тойда күрес болады ғой. Сол үшін мына біздің қазіргі осы сіздің бағдарламаларыңыз, мен енді ойлап отырмын, сіздерге мына
талаптарыңыз оң болсын, қазіргі жастарға бір үлкен серпіліс беретін шығар деп отырмын. Өйткені қазіргі жастар жылқының не екенін білмейді. Біздің қазақтың тарихын білмейді. Тарих білмегеннен кейін де мынау қазір орысша сөйлеп жүр. Тарих білген адам орысша сөйлемес еді. Тарих білмегесін жылқыны да білмейді, танымайды. Атамыз жылқының үстінде күн өткен, жалының үстінде, соны білмейді. Сосын, конечно, сосын қазір жастар жылқымен сотқа берсең болды, соны шығып отыра береді. Сол сияқты ғой. Жақсы аға, рахмет үлкен. Мынау жалпы 87-тен бастап ат баптаумен айналысып жүрмін деп айтып қалдыңыз. Жалпы бәйге осы біздің ұлттық спорт түрлерінің бір түрі, ат спортының бұл түрі жалпы түркі тектес басқа халықтарда да бар екен. Мысалы, бәйге өзбектерде пайга, қырғыздарда чабыш деп аталады екен. Кейбір деректер бойынша 15 ғасырдың 70 жылдарында Керей мен Жәнібек сұлтандар Қазақ хандығын құрған кезде мынау Шу өзенінің жағасында Тұлпарсаз деген жерде бәйге ұйымдастырған екен. Осы кезден бастап бәйге қазақ халқының алқалы жиындарының, тойлардың, астардың тағы да басқа ажырамас құрамдас бөлігіне айналған. Енді осы кезде сізге қойғым келіп отырған сұрағым, жалпы ең бірінші рет қай жылы бәйгеге ат қостыңыз? Ең бірінші жылы қосқан жылым 87 жылы, сол қызығушылықтың арқасында сол малға шыққанмын, мал бағуға. Сол кезде жастар мал бақпақты қашып жатады. Мен үйленгеннен кейін сол бір жыл әке-шешем қолында болдым. Сонан кейін ол кезде де жағдай оңға болған жоқ. Сол балдар жас, бәрі үйелмелі, сүйелмелі, 11 ағайындымын, 2 қыз 9. Соның бәрі сол мал бағышуға тура келді. Соған белшесіп, жолдасымен келісіп мал бақтық. Сол мал баққанның арқасында Аллаға шүкір жаман болған жоқпыз. Оның ар жағында сол қызығушылығымыз арқасында жылқы Әбілтай деген ақсақал, мен Сәмбеттің Әбілтай Сәмбет. Ол нақтырақ айтқан кез Қызылорданың қай жерінде? Қызылорданың Жалағаш районы, Жаңатылап совхозында тұрған жаңағы Әбілтай деген ақсақал. Өзі ат қосқан кісі. Ол кісінің қосқан Жақыптор деген аты біз көріп өскен тойда жаңғыз келеді. Шағын ғана Жақыптор деген ат, баланың аты Жақып, ол қазір Илинка несінде, поселкесінде тұрады, Зубник. Сол бала, ол да аттың сырын біледі. Ол шапқан бала деген, ол жай бала шаба алмайды атқа. Оған үйретіп, оған атпен қоса дайындайды баланы. Сонда мына Нұрмұхамбет те сол бір жағынан мен айтып былай білген, мен айтам, өзінің есептен де хабар бар ғой, математика. Сонымен бәйгеден келтіріп жүрді ғой. Сонда алшақтық, Айтон мен Айтмұхамбет пен Нұрмұхамбетті арасында оққа кетіп қалған кезде тойға қоссам, Айтон інім келтіре алмай бір-екі тойда. Тай бурылын шаршатып алып, шығарып алған күндер болған. Сол сияқты, ол есеп, үлкен есеп. Сол жаңағы Сәмбеттің Әбілтай деген ақсақалдың арқасында, бірінші Алла, екінші сол кісінің арқасында, соның қызығушылықтың арқасында қазақтың жылқысының баптау нелерін үйрендік. Әдістерін. Онда біздің қазіргі мынау асыл тұқымдаппен арасы аспан мен жердей. Өйткені бұлардың баптауымен біздің баптаулар сәйкес келмейді. Сіздер кездегі баптаулар қалай болсын? Неден бастайтын едіңіз? Бізден бастағанда сол біздің жылқыны бісміллә қолға алғанда сол әуелі бұзамыз бағылған жылқыны әкелгенде. Сосын шамалы демалтып жібереміз. Жыртылған еттер қайттан қалпына келгеннен кейін барып, қайттан бастаймыз. Сонда қайыру деген бар қазақта. Бұрын беріп бақтық қой. Соны қайрамыз кейін қарай. Білдіңіз ба? Аштан емес, беріп осып қайрамыз. Бұрынғысынан аз беріп, есеппен беріп. Сонда неге сол бастап, сол теріне тиеміз. Әдеп қарқын бір күн, онан кейін азанды кешке, сол той жақындаған кезде терін аламыз, аш терін аламыз, онан кейін түші терін аламыз. Түші терін алған кезде жылқының терісін бұлай шымшып тартқан кезде төрт мәрте бұрау керек бұлай. Жылқының терісін бі тартып? Жылқының бұлай терісін қысып,
бүйтіп бұрағанда 4 рет бұрау керек. Сол кезде 4 рет бұралса, онда жылқы деген дайын деген еді. Ол сонда арасында май жоқ екендігін білдіре ме әлде? Жоқ. Ол жердегі мағына қандай? Тері деген әдепке бастағанда тастай болады. Онда кір де болады, онда не де болады, май да болады, бәрі де болады. Ол әбден анау аш терілер қуып шыққан сайын, жылқы өзіне келген сайын анау жұмсара береді. Сол ең соңғы түстерде бүйтіп бұрағанда 4 бір алу керек жылқы. Сол кезде ат дайын деген сөз. Сол кісі, ана кісінің айтым мен сонда. Ана кісі жаңағы тері алудың өзі үлкен жұмыс. Енді қазақта мынандай сөз бар. Оны не жөнінде айтқанын білмеймін. Ақымақ ат қосады, арсыз палуанға тұрады деген. Жығылса да шыға береді деген ғой. Ақымақ ат қосады деген сөз, ол енді бір қалжың есебінде айтылған шығар деп ойлаймын. Тойдан аты бәйгеден келмесе де ат қоса береді деген сияқты. Мен әдепкі жылы дөненде қосқанда тойдан 4-ші келеді дөненде. Ол кісі айтқан, ат шаппайды дөненде. 1000-нан бір 100-ден бір шабуы мүмкін, бірақ жылқы басы бір шабады, бірақ біз оның қай кезде шабатынын білмейміз. Сол үшін сен қоса бер дөненде, өкпесі басылып дайындай бересің деп. Сол дөненде қаншама тойда қостық, намыстанған жоқпыз. Келмесе де қоса береміз, бірақ арасында тайымыз келіп жүрді бірінші рет, құнанымыз келіп жүрді үшінші, бір атымыз келіп жүрді Тоқбайгіден бірінші. Сондай бізді тоқтап қоймас үшін қызықтырушылық болу керек қой. Сол ынтамызды болған сайын арттырып, қалай Тайбурыл деген ат 5-ке шықты, бәйгеден келе бастады ғой. Ана кісінің айтқаны болды. Сонда енді мен де ол кезде жасым ғой, енді жастау кезім, сол 30-ның ұяқпай ғой, 40-30-ның ұяқпай шығар. Сол кезде мен де қаншама ненеғамен кейде бір жаңағы тапсырмаларын істелмей қалатын кездерім болады. Сонда мына інілеріме, бауырларыма тапсырам. Бұлар соны айтып, бұлар да ішінде кәтек жіберіп қойма, білмеймін ғой. Бірақ келіп жүрді жылқы. Мен сонда ойланатындығым. Біз Әбілтаяқта қалдың айтқанымен тура қосқанда біздің Тайбурыл дүлдүл екен ғой деп. Дүлдүл деп ойлайтын ем. Шында да ренжіткен жоқ. 1-ден келді, 2-ден келді, 3-тен келді. Ол жаратуға ойланысты ғой. Жылқының шабысы. Сөйтіп бізді сол кісінің арқасында, бірінші Алланың арқасында сол шамал ел таныдық, облыстан бері бармаған жерлерімізді көрдік. Жолықпаған кісілермен жолықтық, алдық жаңағы, тәжірибе алдық дегенде бір-бірімізге. Ананың, пәленшенің аты, түгеншенің аты дегендерді айтып отыратынбыз. Біздің елде Сәтбайдың бурысы деген болған. Ол ертеректе болған кісі. Ат. Сонда ол ана келген бие, бір қыз беріп алған екен, биені. Сонда ол ішіндегі құлын екен. Сонан бір бие құлын туады, сол Сәтбайдың бурысы атанған біздің көршіміз болған кісі 40 жыл. Сол кісі соны өзі білмегесін береді ғой қосуға. Сонда ол жануар неге жақсап бой жасырады. Былайша бір жаман ат құсап тұрады екен. Бір сүмірейіп. Әкеліп, жабуды шешіп жіберген кезде сыпырып, кәдімгі тұлпар болып шығады екен да. Сонда өзі қосқанда, ең соңғы қосқанда ол жылқы не істеген? 60 шақырымға айдайды ғой. Бүгін айдап кетеді, ертесіне таңды жібереді. Ал кейін қайтыңдар деген кезде ат үйреніп қалған ғой әбден. Жат қайтқан кезде бала түсіп қалған. Сол пәтімен ұрған ат өзі. Сол жаңғыз келген ғой жаңағы Сәтбайдың бурысы. Сонда мына бүйтіп қарақшыдан бүйтіп өтіпті. Сонда ана дізгін аяққа, дізгін бар емес пе? Сол түсіп кетеді ғой. Соны өзі лақтырып келеді екен. Ана кісілердің айтымы. Сонда жыламаған адам қалған жоқ дейді. Сондай аттар болған, сондай сөздерді естіген кезде делебен қозады ғой. Ағайын жаңа киіз үйдің ішінде аш тер алады деп айтып қалдыңыз. Енді жылқыдан 2 тер болады. Біреуі тұщы тер, біреуі аш тер. Бірінші аш тер болады, екінші тұщы тер болады. Сонда мына қара үйде тігіп, қар үй болмаса мынандай кепе бар, я болмаса мындай сарай болады.
әрқалай алып жүрдік қой. Сарай бар жерде сарайға, жоқ кезде қара шүй тігіп алып жүрдік. Соның атты жаңағыдай дайындап, шауып, шоқыртып келіп, сонша шақырымға. Үстінде ауыр болады, киізі де жабылды, 2 қабат, 3 қабат жабылып келіп, сол ентіккен күйі бірден кіргіземіз үйдің ішіне. Үйдің ішіне от жағып қоямыз, темір пешпен. Өзі бүйтіп келіп тұрған ат қой олай. Сол кезде деген терді көрсеңіз, жерді теседі. Жерді тер, тамшылаған терлер. Сосын біз мынандай ағаштан істеген не болады енді? Бұлай пышақ сықылды ғой енді. Бүйтіп қырып отырамыз анау. Иә, үстіне анау сор ғой, сор, ағады ғой, сор. Тер, кір тер ағады. Соны бүйтіп қырып отырамыз, көзін ашып. Сонда ағып отырады. Анау қарап отырамыз, несін, қанша терлеген, қанша жер терлемеді бәрін көріп отырамыз. Түгел терлеу керек бойынан. Басына неге дор бәлеміз. Анау мұзайға жұтпас деп, онан сайын терлейді, басқа дейін терлейді. Мынау дорбаның ішінде ысы пар бас терлетіп жібереді. Құлақ, бәрі терлемеген жер қалмау керек. Анау соның бәрін бірінші аш терін аламыз, араға күн салдырып, арасында демалдырып, сосын тойдың жақындаған кезде тұш терін аламыз. Тұш терін алғанда соңғы кезде тексеретін бағана айтқан терді бұрап көреміз. Сол кезде 4 рет бұралса, жылқы негіз дайын деген сөз. Енді қазіргі мына асыл тұқымды жылқыларды мен кейіннен қалаға кеп, Қызылорда қаласына кеп қосқанда мен аң-таң қалдым, шынымды айтсам. Мен өзім қосып баптап жүрген жылқым аналардың жылқысының қасында бір дым болмай қалған сияқты болып қалды. Себебі біздікі қарабайыр енді, қазақ ат қой. Аналар бір қалың мойынды кілең алмауыттар. Анадан түрлерінен қорқа бастадым мен. Формасынан бол. Сөйтсем олардың жаратылысы бөлек. Қаны бөлек. Қаны да бөлек, жаратылысы да бөлек, сол жаратуы да бөлек. Олардың жаратуы деген совсем қызық өздеріне. Ал енді біздің жылқының қасында негізі ұзаққа жіберсе 40-30 шақырым олар шабылмайды. Мен сондай ақыл текенің бір еркек бір ұрғашы болып көріссақ болды. Солармен бірге шауып жүргенде мына Нұрмұхаммед біледі. Сонда біз ойлап жүргенбіз, бұның паңайын көре алмайды шығар, масқара, мына жылқылар не беле алмауыт. Мен бірінші рет көрдім, шынында. Ондай көрмеген ғой. Аң-таң қалды. Сонда ана қосып жүргенде шамасын байқадық қой. Сонан мен Нұрмұхаммед біледі, мен айқам. Сонда шамалақ жер қалды. Анау асыл тұқымға. Екінші келді. Бір күнде 2 бәйге қосып. Бір күнде 2 бәйге қосқан анам Тайболына. Екеуінен де бірінші келіп, анау спор болып, бүткіл ақсақалдар көтеріліп, не болған. Сонда анау асыл тұқымның еркегін Тоқбайға қосқанда, мен былай болған ғой, біз тойға келіп, дайындап бір кісінің айтымымен аламанға кешек қалғанбыз. Үйден шықсақ, ол аламан жіберіп қойыпты. Әбден дайындап келгенбіз ғой, сол күнге дайындап келгенбіз жылқыны. Біз 25 шақырым, 27 шақырым қалғанбыз ғой терді. Көрейін бұнда. Sonra біреудің 3-те шығады деген 3-те келсе Аламанбай кетіп қалыпты. Соң қапа болып шама ренжіп неғып тұрғанымызда бір кісіден ақыл сұрадым. Жауынбай деген ат сый сол кісі. Саспа деді, Тоқбайға жібере бер тәуекел деді. Бірақ ренжіп кетіп батқам алдында. Жолда бір той бар Сақпозда, соған қосам деп. Менің әкімшілік бар, бәрі қайтарып. Бұхарбай Батыр ауылында ғой? Бұхарбай Батыр ауылында той болайын болды. Бұл мына той болып жатқан жер Ақсу деген елді мекенде, мына Жалағаш районының қасында. Ауданда орталықтың тойы бұл. Сонда қайттық енді, райдан қайтасың ғой енді. Үлкен кісілер айтып жатыр, ақсақалдар айтып жатыр, әкімдер айтып. Сол кеп Тоқбай қосарды айттым ініме. Нұрмұхаммедтен 30 ат қосылайып тұр Тоқбайға. Мына 29 аттан қорықпа дедім. Бір ат, ішінде бір ат бар дедім, ақыл теке. Соған сақ бол дедім. Өйткені неге? Бір-ақ шақырымға жіберейін тұр да, бір-ақ круг. Мен бір шақырым болғанда, бір айналым. Бір айналымға. Сонда мен атым білем ғой, бір айналымға терлей алмай ісіп кетуім ғой. Терлесе ат кете береді.
ашыла береді. бір шақырым 4,5 километр ғой жердің. бір айналым 4,5 километр. Сосын барың сал енді дедім Нұрмұхамедке. Бұл да тәуекел деп Аллаға жалбарынып бұл да шықты. 30 ат кеткенде дым көрінбей қалды шаңнан. Әлі қарап тұрмыз, бері қарап тұрмыз, бір кезде анау қайтатын жақтан көрінеді ғой енді. Алыста болса біреу шықты. Ойладым, ай бұл сол ақылдаке шығар. Қалған ат көрінбейді. Бір кезде барып ұзаңқырап арасы екінші біреу шықты. Енді тұсыма келгенше ажырата алмаймын ғой. Тұсыма келгенде қарасам, өзі Нұрмұхамед екеуінің арасы бір жақындаған енді бір-біріне. Мынау бірінші атқан жаңа ақалтеге жатыр екен. Артында мен. Ал енді анау топ 28 ат жоқ, әлі көрінген жоқ. Бұл екеу келе жатыр. Сонда ана біздің Тайбурының бір өзінің қасиеті бар. Өзі де тыңдамай кететін мына қарақшыға жақындағанда, ол үстіндегі баланы да тыңдамайды. Халық қиқулағанда. Тартқан кезде оны бүйтіп сілкіп жібергенде жерге түсіреді егерден. Байқаусыз басқа бала білсе. Мыналар біледі ғой сырын. Соған бүйтіп мынандай жерінен қағат. Тайбур деп. Сол кезде ол өзі бәсеңдейді. Сонда көзін сүртіп отырады бұлар. Қолында бетармал болады. Көз шаңмен қолып қалады ғой. Сонда иншалла деп не қылып отырмыз? Мына басқа келгенде, енді қараңыз, халық қиқулаған кезде деген Тайбуры салды ғой барын. Сонда қарақшымен осылай өтті екеу. Арасы қашықтықты қуып жетуді күш қол. Соны қуып жетіп, екеу қатар өткенде ананың құйықтасып келді, бірақ басыдың ғой. Ақылтек болған жеген. Соған бәйгіні анаған беріп жатыр да, бірінші бәйгіні. Сосын халық көтерілді оны яқтан. Біз үндеген жоқпыз, құрсын халық айтып жатыр, әділдігін. Халық деген Құдайдың бір аты ғой. Сосын біз не қажық, ол жерден шығып алдық та, тәуекел не де болса, Жауынбай деген кісіден сұрадым. Мына атқа ол болды, бірақ айналды, қонша дағын дайындаған еңбегім атқа қиын болып тұр дегенде саспа деді. Анау жолдағы анау шлюзге барып, атты шалдыр, 15-18 метр шалдырды, суарып алды, арғай шоқтып кетті. Ар жағында баратын жеріміз сапқыз жолда ғой. Соған шоқтып барды, қосып қиналмады. Соның айтқанын істедік. Жаңағы сейіс қой енді, ол біз ат қосқан, Жауынбай дегеніз. Соның айтқанын барып, шалдырып алып, шамалы. Желтіп бардық. Біз барсақ, тойға төбеге аттар шығарып жатыр екен. Енді дайындырады. Иә, аттарға хабарлап шығарып жатыр. Сол кезде... Арасы қанша шақырым ол ауылдың? Арасы 18, сондай шақырым. Атты сол кезде сыпырып жібергенімде, өзі бусанып тұр екен, дайын болып барып тұр. Жабумен келеді ғой. Жабуды сыпырып не қамда Нұрмұхамедмен енді тәуекел атын бабында сол қазір. Терлеп, қазір жұмсанып тұр, бусанып. Соны шықты, хабарлап шығарып, аттарды қойы берді ғой Аламанға. Онан бірінші келіп. О жақта неше ат қатысты? Бұл жақта бір 20 шақты ат қатысты. 20 шақты аттай болды. Сонан қызығып, қуанғаннан анау жүктеген атымызда қосып жіберіп, ол да бір нешінші келді сонда? Ол бірінші келді ғой. О, Тоқбайгіден бірінші келді, дайынданмаған ат. Көкқасқа деген атым ғой бағана айтқан. Дайындаумен барға қосылып Тоқбайгіден бірінші. Бір мәрте сол жаңағы Көкқасқа айғырды айтайын деп отқан қарулы жылқы ғой. Жүктеп барамыз, ана, мына жүктеріміз. Сол жылқымен бір оны дайындаған жоқпыз. Бір Қызылкөк деген құнан болды, соның пары. Соны дайындап, тойға барған кезде ана дайындамағанда қосып жібердік, дайындағанда қосып жібердік қой. Сонда қызықтары енді. Дайындаған құнаным 4-ші келді, дайындамаған құнаным 2-ші келді. Құнаннан. Әне сөйтіп бәй келген. Бізден сонан қызығып жатырмыз ғой енді. Алдыға қарай ұмтыламыз ғой. Ол кезде не қазіргідей мүмкіншілік жоқ қой. Машина жоқ. Совхоздың кезі, кеңес үкіметінің кезі жаңағы бір үлкен нәтиже көрсеткен кезде ғана совхоздан бір шамалы көмек болады да жаңағы. Онда да беретін машиналар жаңағы газ плюс деген машина ғой. Оған жаңағы атты теу үшін бір жаңағы төбе не іздеп жүресің ғой. Қазіргідей коневоска жоқ. Анау 80-90 км, 100 км-ге дейін жаяу бара береміз. Бір-екі күн бұрын шығып кетеміз атпен, атты жаймен жүріп. Сонда ғой жаңағы қасында
бір атқосшы кезінде жүреді ғой, сол сияқты бір атқа жем тиеп аламыз. Ол кезде бұл жақта сыр бойында арпада тапшы, сұлы деген атымен жоқ. Соны арпаны қайнатып, дайындап, кептіріп алып, қапқа салып, дайындап. Сөйтіп барамыз. Мына ана кісінің айтуы қосатын күн түнде біз мына жақтан дайындап арпаны қайнатып, сосын шабатын күн түнде қосуыстан ғана береміз. Бір шөп, жем. Бір шөп, оны тығындау дейді екен. Бір шөп, бір жем. Қазақатта. Қазір мынау еңдерде жоқша, бұлар жоңышқа береді, аяқтарын талай байпақ болып қалғанын көрдік қой. Жоңышқамен дайындайды. Жоңышқаны атқа жолатуға болмайды негізі. Олай. Сонда ана таң атқанша бұлар кезек-кезек кездіріп жүріп, жетектеп жүріп. Мына жерге жем қояды, мына жерге шөп қояды, мына жерге жем, мына жерге шөп. Я былай айналып кеп, шөпті өтіп ұстап отырады, жегізіп, жетектеп. Сосын келіп, жаңа бір қосу жемді жегізеді, қайттан шөп шалдырады, сөйтіп дайындайды ғой. Таң атқанша, құқтамаймыз ғой. Сағат түнгі 12-ден бастаймыз. 12-ден қосу жем беріп аламыз да, сонымен жемі жеп болғаннан кейін атты тұрғызбаймыз ғой. Ұйықтатпаймыз атты. Ол кезде ол жақтың негізі малға беретін шөбі қамыс шөп қой, пішен дейді. Содан былай бір құшақ қыпта қолтыққа қысып боғылап аласың да кішкентай. Иық қасып аласың да атыңды артына жетектеп 1 сағат бойы жүресің. Сағат 1-ге дейін түнде. Анау ат артынан еріп келе жатып жаймен шөптен жей береді, құрғақ шөптен. Атқа артық алғалы болмау керек та, құрғақ шөп сосын береді ол. Көк шөп те беруге болады, ол жақсырақ жейді, бірақ ылғал болады ғой, влага. Содан ананы сағат 1 болғанда келеміз да, тағы бір қосу жем беріп аламыз да, тағы да кетеміз. Таң атқанша сол сағат 8-ге дейін сөйтіп барамыз ғой. Түсінікті. Жаңа Тайбурыл бір ауылдан, бір айналымнан қатар келіп, жаңа Ақалтекемен сосын басқа ауылға бардық дедіңіздер ғой. Ол жақта да қатысты ма сонда? Иә, ол жерде бірінші келді ғой. Ол жерде мынау бір күнде 2 бәйген алды деген соны айтып. Ақалтеке деп тұрған бізде мынау ондай атты көрмедік деп айтып отыр ғой жағым. Ол кезде аттың сұлуын көрсек бір Ақалтеке дейтінбіз. Таза-қанды аттардың бәрін Ақалтеке дей беретінбіз біз. Иә, анау таза-қанды чистокровды деген кейіннен естіп жатырмыз ғой. А былай бізге ол таза-қанды болып жаңағы мойны сүйректеп тұрса, ол Ақалтеке дейтінбіз. Сол Ақалтеке тұрғанда таза-қан жылқылар олар. Бір ол жерде жаңағы Бұқарбай батыр ауылының несінде директорының несімен көмегімен алдырды олар. Сырт елден Союз кезінде. Бізде ондай не болған жоқ. Үкімет тарапынан ондай бізде қолдау болған жоқ та, не қылдық қой бізде мал совхозы, егін совхозы болғаннан кейін ондай көп көңіл болған жоқ. Ал бірақ аналар жаңағыдай алдырды сол специально соның несін алдыру үшін. Мына Шиеліде бер жағында көп азаматтар шаптырды ғой, жаңа Әуесхан дейді, жаңағы айтып отқан Талғат деген азамат бар осы жерде. Ызғар дегеннің несі болған, қожайыны болған. Абайдың 150 жылдығын ұтқан. Сол кісілерде негізі о баста әр қаталары келген кезде осы Қазағанды жылқыны алып келген. Оны біздің құдамыз болды, Жақсылық Ахметов деген. Сол кезде сол совхозы басқарды сол жақта директор болып. Сол алдырды. Дипломат, фосфат, Гетербург деген 3 айғыр алдырып. Қызорды дөнен кезінде Дұмұхамед деген ағам шапты да, сол 5-сінен бастап мен шаптым, сол кезде бастап нәтиже көрсете бастады Тайбурыл. Ол кезде жасыңыз нешеде? Ол кезде мен 12-13 жасар баламын ғой енді. Кейін мектеп бітіргеннен кейін қалаға оқуға? Жоқ, мектеп бітірмей тұрып, сол 8 бітіргеннен кейін 9 класс, 11 класс программаға ауысқаннан кейін 9 класста мен уже Алматыға кеткенмін ғой, жаңа Алматыда Жаутықов академик Жаутықов атындағы физика-математикалық мектепке кетіп қалдым да, сол кезде менен кейін інім шапты. Сол мен шауып жүргенде ол кезде жаңа айттық қой, Тайбурылды ғана осы жүрген жоқпыз. Қасқатай деген болды. Сол тай кезінде бірінші келді. Бірақ онан кейін нәтиже көрсетпей қойды. Бірақ сонда да сол Тайбурылдың қасында бірге жаратып, бірге дайындап жүрдік, құнанға қатысып. Бірінші құнан шабады, артынан ең соңғы бәйгі не аламан ғой. Біреуінен түсемде екіншісі мен көте беретінмін қазір балалар сияқты. Ана Құзордан жері көбінесе құм шауыт қой енді.
Ана көзге мына жердің бәрі топырақ толып қалады, соны өзіміз сүртеміз, екі қолға екі беторамалды байлап алып аттың көзін сүртіп отырамыз ғой. Шабандозға да көп байланысты ғой аға, иә? Есеп қой енді, есеппен шабандоз. 50% шабандозға байланысты. Мен де кеше қосып көрдім оны, император деген атым болды. Шабандоз келетін жерден шабандоздың кесірінен келмей қалды. Бірінші рет қанат, үшінші келтіріп тастады шабандоз. Бір емес, екі рет. Шабандозға байланысты да, келіп тұрған ат бабымен барлығы. Үшке сүріп тастайды, басын тартып, мен неге үшін тартасын десем, ана аттар қасымда ол нені созып келатыр. Соңғы ана ат деген, екі ат деген қасында сабалап келатыр. Сол ана екі ат мен атыма жеп қояды шығар деп, күшті сарқып тастайды шығар деп, ана екеуін жібере салайын деп басын тарттым дейді. Солай шешім қабылдаған өзі. Рация ештеңе жоқ, ана айтады. Аттың арасына салмау, шетінде отыру, неғымау, ол Үлкен стратегия ғой бұл. Аттың өзінде де бәсеке болады. Аттар жылқының өзінде де. Кейат тебетіндері болады. Аяғын сындырып жүрген бір жігіттің. Мына ауылда, Темірек жүрген ауылда бір Исмайдияр деген ақсақалдың 100-ге келген тойында сапқоз сол кезде тойдың жаңа неғып атқан кезі ғой, қолға алып. Сонда не берді? Той берді, атшабар берді, көкпары берді. Сол тойда жаңағы егер Нұрмұхаммед болғанда, жаңағы тайбұр ғой, жаңғыз келетін еді, жаңғыз. 17 ат қосылды аламанға. Кетті, бір айналып келді, екі айналып келді. Бір кезде екі ат шығып алды да кетті, бір дерек саққозының аты біреуі бір жылқышының аты. Сонда мына ініме қарасам, екінші потокта кетқан, екінші қатарда кетқан, үш ат кетті, соның ортасында кетір екен мен інім. Айтмұхаммед, Нұрмұхаммед інісі. Сонда үшеуі арбаға жеккендей бірдей тастап кетір, бірінен бір озбайды. Бұған не болды, шамасы бітіп қалғаны ма шаруа деп, мына енді шығыс жағынан бардым да, қамшыны бүктеп, Айтонға не болды деп қоя бер демейін ба атты. Сол кезде Айтон інім қоя берген кезде екі аттың ортасынан суылып алып кетті ғой. Ол кезде мынау айналым болса, ана екі кетіп қалған екі ат мына баста жүрсе, біздің аттар мына жерде, мына тұспа-тұс жүрді да, арасы қаншама қашықтық. Сонда ана інімнің шамал салғырттығынан, әйтпесе оны есептеп бақылап отырса бар ғой, ана екі ат біреуі Қарақшыға жетіп, сонда қаншама қашықтықтан қуып жетіп, сол тойда екінші келініп қалды. Көрдіңіз бе? Бірінші келетін ат, сонда мен астымдағы Қасқазай деген баяғы бірінші келетін өзі тай емес, бесті ма дөнеш, көтермелейсің ғой жаңағы Қарақшыдан өткенде, атын бәйгеліп кеткен. Сонда мен тың атпен ере алмадым жаңағы, бәйгеден шауып кеткен. Тың атпен ере алмадым. Сонда Қарқын деген түр жаман, енді күш тасып. Сонда Нұрмұхаммед болғанда жаңғыз келетін еді, жаңғыз. Інімнің несі есебі анша тура келмеген. Ол кезде сіз оқудасыз ба сонда? Ол кезде жаңа физика, математика мектепте оқудамын ғой. Соны каникул келсем осындай деп, жаңа тойдан осындай келмей қалды деп айтып отыр. Содан ғой жаңа мен атқа қызығушылығым, ондай болса оқуға бармаймын, ат жаратам деп барғым келмеген оқуға. Қалам дедім, ат жаратып, ат қосам, енді шолақ ойлаймыз ғой енді. Соны сөйтсем жаңа әкем ашуланып, қолында кетпен сабар, әкем шамалы қатаңдау болатын. Бірақ мен жақсы оқығаннан кейін ба, маған қол тимеген кісі, Алла алдынан жарылқасын. Келіп сол жаңа кетпен саппен қасыма келіп тұр екен төніп үстімен. Барасың ба, бармайсың ба деп. Сөйтіп тұрғанда ағам, Мұрсал Нәби деген ағам бар. Сол келіп білді әкемнің ұрайынып тұрғанын. Ойлаған ғой, кетпен сап дейсі ана балада не қалады қазір. Жаймен келіп барады ғой деген кезде сөйтіп алып кетті да мені. Сонымен оқу кетіп қалдым қайттан. Әйтпесе қазір ойлаймын, сол кезде қалып қойғанда не болар еді, тағдырым қалай болады екен деп. Бірақ енді қазір Аллаға шүкір бәрібір сол атқа қайтып келіп, қаншама оқуды бітірдік, қызмет жасадық. Қазір айналып осында
атқа мінбесек тұра алмаймыз қазір. Ат қорда әйтеуір сәйгүлігіміз бар бір жұдырық деген. Жұдырық деп өзі шағын, сол жұдырық деп қойдым, аламанға дайындайтын. Ол қатысты ма бәйгеге? Қатысқан жоқ. Былтыр дайындап едім, жаңа пандемияның кезінде бәйгелерге көп жиналысқа не беріп тастады ғой. Шектеу беріп тастады да, әр жерде осы жылқы сүйер қауым өздері 20 мың 30 мыңнан шауып жүрді. 20 мың 30 мыңнан жиналады жаңағыдай. Общий касса дейді ғой жалпы жинап ақшаны. Содан бәйге бөліп береді жаңа, бірінші, екінші, үшінші орынға ақшалай. Сонда ақшасы 200-300 мың шығады. Сосын мен ойладым, 1,5 миллион, 2 миллионның атын 200-300 мыңға дайындап не істеймін? Аяғын кетіріп алсам ертең. Ақтамайды. Иә. Бір өкініш болып қалар дедім де, сосын қоя салдым. Бірақ кешегі анау президент кубогында кеш айтылып қалды. Алдында болмайды деп. Мынау біздерде қазір WhatsApp деген группа бар ғой, рахат. Жақсы болды барлығымызға. Хабарын біліп отырамыз. Сол кезде айтқан тұғын, болмайтын болды. Мынау пандемияға байланысты деп, карантинге байланысты. Сөйтіп болмайды деп жүріп, бір 10 күн қалған кезде болатын болды деп шешім қабылдады деді ғой. Ол кезде бір жақтағылардың көбісі осы солтүстік облыстардағылар бәрі аттарын жіберіп қойған. Сондықтан біз жақтан нәтиже көрсете алмай қалған. Сол кезде Алматы жақтан Алматы жақты келіп алып кетті ғой барлығын. Өйткені Алматы жақта олар тоқтатқан жоқ тренингті. Солар алып кетті келіп. И сосын Алматы жақта бір басымдық бар да ат дайындауда. Бізде мысалы бүгін қарап отырсыз ғой, кеше бүгін 30-ға шығып тұр. Ол ана қазір асыл тұқымды аттарды жарата алмайсың. 20 градустан асып кетсе, міне алмайсың. Тұрады ат үйде. Уже минус атқа тренинг. Иә, шынымен де көрерменге де айтып кеткім келіп отыр. Біз бүгінде мінекей осы ағалардың шаңырағына келіп сұхбат алып отырмыз. Себебі далада аяз өте қатты болып тұр. 35 градус тіпті желмен қосқан кезде 42-44 минус болып тұр. Сондықтан да осылай шаңыраққа келіп сұхбат алуды жөн көрдік. Енді жұдырық деген биыл дайында тұқымы қандай оның? Бұның тұқымы Англа текенис. Полукров дейді біреулер, полукровтан да высококровный деп саналады. Мынау аламанға шабатын аттардың көбісі сол высококровныйдан шығады. Англа текенис, англараб, кеше кеп атқандардың бәрі сондайлар. Англараб, англа текенистер. Таза ағылшындар редко былай шабады. Олар скорость болда жағдай выносливость болмай қалады. Иә, или мынау біздің енді мынау англа Костанайс болса, онда жақсы болады саға. Будан дейміз ғой, будандар. Костанай жылқысы қазір бізде шамал не қылып қалды ғой, ақсап қалды ғой қазір. Әйтпесе қазір оржықлар деген шауып жүргенде рекордтары бар, жаңартпаған сол Костанай жылқысының рекордтарын. Бір естігенде менің достарым, Бүркіт деген досым бар, әкесі Қалекең деген, Қалиола деген ағамыз болған, отыр қайтып кетті. Алды жалқасы. Сол кісілер сода бас тренер болып барған кезде шақыртқан ғой енді. Сол жерде даже телевизорда неден көрсетті, елбасы барып тұрған кезде сол аттың сынын айтып беретін. Қай жері қандай болу керек сол кісінің. Сол кісіні оның әкесі де Серікбектен кісі де жаратқан, ат жаратқан, өзі Қалекенді жаратқан, баласы Бүркіт, Ерболат, Бекболат, 3 баласы жаратады атты. Енді солардан сұраймын ғой, Қостанайды жаңағы несінде жылқы заводында жұмыс істеді барлығы. Енді қазіргі бір індет пайда болған дейді ол жақта. Көбісі сондай не болып кеткен жылқылары. Қолын тастай бере ма, сондай бір нәрсесі бар. Соны бір қазір анау жаңағы неден көмек болып, мысалға, үкіметтен көмек болып шамалы. Алып тастады ғой. Бұрын шамалы көмек беріп тұрады, оны 5-9 қарамайды қазір, ауыл шаруашылығы. Сол көмек болып қазір қайтадан дамытса, Қазанат деген негіз біз мақтанышымыз ғой, негіз қазақ жылқысының. Керемет болушы еді. Ал қазіргі таңда деген қарап отырсаң, ақшасы барлардың барлығы Ресейден, онан жаңағы орта жағдайдағылар. Одан жаңағы мықты жағдайы барлар Европадан алып келе салады. Олар деген, ол жақта деген күн жылығы бізге қарағанда. Олар
қыс бойы тренингте жүреді, манеждары бар ол жақтың жылқы заводтарының. Ішінде тренингте жүрген атты бар, ерте көктемде алып келеді да, бір-екі суына тиіп жібереді жаңағыдай, концовкамен. Олар деген уже қабырғасы ашылып тұрған аттар барлығы. Келеді да, бір сезон байгын ұрып шығады да, аяқтан қалуы мүмкін. Аяқтан қалмаса келесі сезонға тағы да не қылады, қалдырады. Солай болып кетті ғой қазір бәйге көбісі. Қазанат пен асыл тұқым жаңағы сөзін білейін. Айырмашылығы бар деп жатқаным, бұның жаратуында да айырмашылық бар. Біздің анау кезінде 40 шақырымға шапқан аттарым, 60 шақырымға шапқан аттарымыздың, олардың біздің мына құндыздық дейді, мына тұяқтан үстіңгі буын бар ғой, қысқа болып келеді. Ал олардың мына асыл тұқымды аттардың шашасы мына биік болады. Осындай бар, неде болса, бір сүйем. Бұл әлсіз жылқы. Себебі көзіміз көріп талай. Жылқы шапқанда сүйек балқиды. Сүйек балқиды. Сол кезде сіңірдің өзі қандай температура болады, былай болып қалады. Пима сияқты болып қалады ғой жылқы. Мынадан былайға қайырып кетеді. Біздің қазанаттардың, біздің жаңағы қарабайыр аттардың мынау құндыздық қысқа болады, білесік. Сосын жарату баптауында да айырмашылықтар бар. Бұлардың мынау қазіргі тойға барған кезде қатарға қояды да. Қоя берген кезде бар ғой, сол пәтімен қоя береді. Біздің қазақ аттарды оған қосып жіберсеңіз, бізге теріс шыға алмай ісіп кетуі мүмкін. Біздерді ондайға дайындамаған ғой. Жай постепенно, өйткені 40 шақырым, 60 шақырымға деген бір скороспен жете алмайды ғой. Шамал денесі босағаннан кейін күш қосады, терілген сайын несі артады ғой. Бұларда былай, бір круг болса да, жарты круг болса да қоя береді да, барғаннан кейін алдыға шығып алса, не қылса, дізгіндіге сүйеп отырады. Соған жетем деп біздің аттар ісініп кетеді, тапырақтап. Сондай айырмасы бар. Ал енді ол аттарды жаңағыда 60 шақырымға жіберсе, түбінде біздің аттар келеді, қазақ аттар. Жоқ, ол жаңағы аттың барған жеріне ол басқа атта барады ғой, просто ол жерде мынау қазақы мен о баста алдында бір бөлек шаптырып жүрді. Бір кездері асыл тұқымымен қазақы местный дейді ғой, жергілікті жылқыларды бөлек шаптырып жүрді. Кейін қазір араласып кеткеннен кейін адам жаңағы көбісі шындықты айтпайды ғой. Тайды мысалға құнанды тайға қосып жүру мүмкін, кенже құнан болып туылғандарды. Тістемейді мысалы, кейбір кеш тістеп қалуы мүмкін, соларды бәрі құнан бәрібір 4-5 ай үлкен болғанмен ағалық жасайды тайға, құнан. Күзде туылған, мысалға құнан күзде туылған. Тайға, көктемде тайға, бір жаса тайға, 1,5 жасар болып тұрады, құнан шығар болып. Ол ағалық қылады шапқан кезде. Сол сияқты қазақтар көп, қазақтар емес, барша недегілер ғой, азаматтар көбісі шындықты айтпайды да, мынандай туған деп айтса, бұл кезде құнанға қосады ғой. Сондықтан жерден бұл жерде басты мақсат бәйге деп не қылады да, айтпауы мүмкін. Сол сияқты асыл тұқымдардың ішінде қазір қазақ ат деп те жаңағы полукроқтар бар ғой мысалы. Олар да айтпайды да. Бұл жерде енді қазір сондықтан бөлек шаптыру қиын. Сосын қазақ аттыда да бұл кезде шауып жүрді ғой, шабатын жерін. Сол асыл тұқымдылармен жағаласып жүрді. Сол кезде бірақ аналар шамал скорость өтіп қалады, скоростьпен. 25 км, 30 км шауып келеді, бірақ скоростьпен шамал уступает, жаңа неге беріп алады скоростьпен. Сөйтіп жүрді ғой. Ал қазір енді шауып жүрген қазақтар аз енді. Шындық керек, барлығы асыл тұқым, или жаңағы жартылай асыл тұқым. Деңгейі соған ауып кетті. Или жаңағы жоғары қан дейді ғой, жоғары қан деген жаңағы бір асыл тұқыммен бір басқа бір асыл тұқым не қылып, содан шығарған высокогорный дейді жаңағы орысша. Сөйтіп не қылып жүреді. Ал кейін бұрын деген қалай еді? Ағамдар дайындап жүрген кезде, мен шабандоз болып жүргенде. Ол кезде мынандай кеңес заманы ғой. Кеңес жаңағы ысқырық жер жарып тұрған кез. Мынандай тойшыл қауым аз тұғын ол кезде.
сосын жаңағы тек анда-санда болады жаңағыдай біреу 100-ге келген кезде бір ұрсат совхоз болып бір қолдап тойлайды, ат шаптырып, көкпар беріп. А басқа кезде жаңағы кеңестің мерекелерін тойлаймыз ғой. 1 май, 9 май, 7 қараша, сол сияқты. Сосын күзде қазан айында сабан той деген болатын. Ана егін жинап болғаннан кейін бір совхоз береді. Ол кезде мысалға сол совхоз береді, орда ауданға барып қатысамыз. Аудан сол совхоздарға тегін қатыстырады да, әрі қарай облысқа бару үшін ауданнан путевка алу керек, жолдама. Ауданнан 1-ші, 2-ші, 3-ші орында алсаң ғана барып облысқа бір қатыса аласың. Былай көденен көк ат деп қатыса алмайсың облысқа. Төртіншілер ілінбейді. Сөйтіп бір облысқа барып не қылған кезде, қатысқан кезде ағам жаңағы облысқа енді деңгей басқа ғой. Асыл тұқымдар келген кезде өзіміздің атымызды не қылмай қалды ағам. Ойбай қорқып кетті. Шынымды айтам, анандай қазмойын аттарды көрмеген ғой қандай. Қорқып кетті да. Қазмойын, өзім аттарым оның қасында кәдімгі өзім просто сынып қалды дейді ғой, сон сияқты болып қалдық та. Бірақ нүкі шапқан кезде біз жағынан ойлаймын, абыройымызды ойлап тұрма Алла Тағала. Сол айта кетейін мен. Ол шапқанда аламан қоспады еді орада. Шамал ол жерде барғаннан кейін аламанды қоспай, ол кезде мынау қазір айтып отырсың ғой, ерғанатты мынау жігіттердің шамал рухын көтеру үшін қазақ айтады ғой, атқа мінген адамның арқасы бір қап желпітеді деп, шамал адамға рух береді. Сол сияқты ол кезде қыз бәйге деген болатын. Қыздарға да рух беретін шамасы сондай не ғой деймін. Қыздарды жарысқан ба? Қыздарды жарысқан. Еще жарысқанда қалай жарысады? Олар деген кәдімгі қазақы желбір көйлекті киіп, қазақ желбір көйлекпен шабатын. Қалай қазақ? Қазақ желбір көйлек киіп, камзол киіп, бастарында жаңағы сәукелелер бар. Сөйтіп жүр шабады. Тақия жаңағы үкі тағып алған сөйтіп. Содан ағам айтады ғой маған. Қыз бәйгеге шабасын деп. Ана 25 километр аламан. Қыз бәйге 16 километр. Қыз бәйгеге шабасын дейді маған. Қалай сіз қыздың киімін киіп па? Өзім білейін. Оны себебі не ған, мен қорқтым. Шынында қорқтым, анау аттардан қорқып, оны қыз бәйге аздау шақырым деп, со шамасына қарайын деп, не ған, өкпелеп жүр маған бұртындап. Енді мен айтам, аттың енді сырын шауып жүрген мен ғой үстінде жүрген. Ат жақсы, аяқ алысы жақсы, ұмтылыс жақсы. Қоса берейік аламанға десем, жоқ, ана аттармен бізде нан жоқ деді ғой. Сонымен қыз бәйгеге қосам деді. Енді десең ағаң айтып тұр. Мен айтам, кім шабады деймін ғой, сен шабасың дейді. Мен айтам, шаппаймын деймін мен. Мен анау желбір көйлек киетін қыздарды көрмеппін оған дейін. Стартқа тұрмайынша. Мәрия дейді ғой, мәреге тұрмайынша көрген жоқпын. Содан тіркеу кез болды. Сонымен анау әр аудан киіз үй тігеді. Сол біздің ауданның, Жалағаш ауданның бір қызын әкеп, соның атымен тіркетті да, атты әкеп. Енді мәре болды ғой. Мәреге барып тұрған кезде, менің үстімде жағадай спортивка дейді ғой. Трикосы мен жаңағы кофтасы бар. Ақ орамал бар, баяғы неден Өзбекстаннан шығатын ақ орамалдар бар ғой жаңағы. Аталарымыз байлап жүруші еді ғой. Сондай ақ орамал бар, соны бүйтіп байлап алатын еді, теріс байлап алды ғана бүйтіп артқа қарай. Қосылмайын десең қорқам ағамнан. Бар дейді. Бар мәреге тұрсам мен ана жақта қыздар қуады. Сен қыз емессің, шық дейді. Анау жаңағы ат қосшы бар ғой, жаңағы атты жіберетін. Ол айтады, шық дейді маған. Енді ана жерде айта алмайды екенсің, мен қызмын деп. Шығып кетемін. Намыс жібермей тұр ғой. Намыс жібермей тұр. Шығып кетемін. Шығарып жібереді олар. Сол заматта беріп жіберді ғой мәреге. Старт беріп жіберген кезде мені жанамалап қосып жіберді ағам. Сонымен келе жатырмыз. Қыздар деген анау Қыз Жібек деген осындағыдай сыңғырлаған күлкі, бір-бірімен әңгімелесіп ұрып келе жатыр барлығы. Мен үндемеймін, ешкімге қарамаймын. Сол 16 километрдің содан
бір 2 айналымнан кейін ба, бір анау ипподромның бір бұрышында сеткіш жоқ жер бар екен, солардан кіріп жүретін аттар. Главный вход дейді ғой, басты есіктен кірмей, ана жақтан бұрыштан кіріп жүретін, жолды қысқартып. Шама содан бір қыздың аты сорадан кіріп біліп алған ғой, жаңа жерде пароход бар екен, өткел бар екен. Соған жалт бұрылған кезде мені қоса ала кетті ғой. Мен сыртқы жағда жүргем. Сөйтіп ала кетті, сол кезде бір атымның жолдан шыққан кезде қуанғаным. Әдейі шығып кеттіңіз бе? Әдейі шыққан жоқпын. Жоқ, анау мына жақта кетті Нұрмұхамбет. Мен шет жағында кетіп, Қыздың аты Нұрмұхамбетті қоса ала кетті да аты. сөйтіп қапталдатып ала кетті мені. Сол кезде қуандым, бір абырой болды. Сөйтсем, бұл жақта ала аспар басылмаған қазір келгеннен кейін, егер сол ат келсе дейді, орнына мүше түстесе, ол кезде әйелдер комиссия құрып, ана баланы тексереміз деген екен. Тексереміз деген? Иә. Мен де қуандым ғой, шығып кеткеніне. Егер біздің ат келіп атса ше, анау бүткіл халықтың алдында әшкере қылайып тұр да біз. Содан, бірақ сонда да жарыс қой, намыс жібермейді. Ол қазір қайтып келіп қоспасам, ағамда ұрсатыны бар, сол мені қайтып әкеп, қайттан қостым енді. Озбасам да артында отырай деді, келейін атпен. Аттың тері бар ғой, тері шықсын деп. Сөйтіп жүріп, 4-ші келдім. Әгер бар қанша ұзат жіберді ғой. Ұзат кеткен ғой, шығып кетіп қайтып келген кезде. Сонда мен соған қарап атымды өзім топшыладым ғой. Аламанға да несі қабілет жете деген ғой. Сол кезде айттым ағама келгеннен кейін, айттым ғой, аламанға шабатын ат жаңағы үрейленіп қалды да аттарды көрген кезде. Анау кәрімет аттарды көріп, Сол қорқып қалдым. тарихта сол бірінші рет шығар сол қыз бәйгеге ұл баланы шапқаны. Енді бұл жерден Нұреке сіздің ағаға деген құрметіңіз. Иә, енді сол ғой. Қарсы емес, солай өсіргенбіз, солай тәрбие алғанбыз. Керемет. Үлкен айтты, болды, орындау керек. Ал енді құрметті көрермендер, өздеріңіз жаңағыдай көргендеріңіздей ат баптау тәсілін ертедегідей қазір қалай баптайтынын салыстырмалы түрде әңгімені өрбіттік. Бір батаңыз беріп жүрсеңіз. Бисмиллахиррахманиррахим. Алла тағала талаптарын оңғарсын. Ең бірінші. Екінші, кәсіптеріңе береке берсін. Бәрі ел үшін, қазақ үшін жасалып жатқан дүние болғандықтан, осыны Алла тағала сіздерге соның жемісін жеуге, соның дәріптеуге Алла күш-қуат берсін. Мынау келіп жатқан сиыр жылы құтты болсын бәрімізге. Сіздердің табысты болыңыздар. Мына бәле-желенің бәрі ескі жылмен кетсін, қалсын. Ендігі жерде осы өзіміздің ұмытылған қазағымыздың дәстүрлі нелерін бәрін Алла жаңғыртуға Алла нәсіп қылсын. Сіздермен жолыққаныма мен ризамын. Сіздерге Алла разы болсын. Аллаху акбар.